әжемізге айтып беріңізші. Ал қарақтарым, мен сендерге ертегі айтып берейін. Ертеде ешкі жүні бөртеде деп. Енді мен сендерге қайырымды құмырсқа деген ертегі айтып берем. Дән тістеп кетіп бара жатқан құмырсқаны бір ғалым адам көріп қалады. Ғалым адам көріп қалады да оған: сен бір жылда қанша дән жейсің деп сұрайды. Ол құмырсқа айтады: мен бір жылда бір дән жеймін дейді. Ғалым айтады: ой, мүмкін емес, мен сені тексеремін. Бір дәнді салып, бір қорапқа сені салып, бір дәнменен бір жылға қоям дейді. Сонда бір жылдан кейін жаңағы ғалым адам келіп қорапты ашып қараса, жаңағы құмырсқа жарты дәнді жеген екен. Сонда құмырсқадан жаңағы ғалым сұрайды: неге жарты дән жедіңіз дегенде? Жарты дән жедіңіз дегенде құмырсқа айтады: мен сіз ертең мені ұмытып кетсеңіз, мен бір жыл болмайсыз, бір жылдан кейін ұмытып кетсеңіз, мен аштан өліп қаламын. Келесі жылы да тамақ керек қой деп, сонда жартысын жедім дейді. Сонда құмырсқа айтады, құмырсқаның айтқан сөзі жаңа жарты дәнді жегенін қалай жегенін дәлелдеп бергенде ғалым айтады: мінекей, мына құмырсқа қанағатшыл құмырсқа екен дейді. Балдар, түсіндіңдер ма? Ертегі жақсы ертегі ма? Сонда қанағатшыл болуымыз керек бәрімізде. Үнемшіл, қанағатшыл болуымыз керек. Ақылды құмырсқа екен, сонда көрдіңіз бе? Балалар, сендерге ертегі ұнады ма? Әжемізге не айтамыз? Рахмет айтамыз. Ой, балалар, рахмет. Сізге күшті ертегіңізді бізге бөліскеніңізге.